Қасым-Жомарт Тоқаевтың Путин, Лукашенко бастаған президенттер алдында Еуразиялық экономикалық одақтың алдағы 5 жылға арналған стратегиясына қатысты айтқан сындары қоғамда қызу талқыға түсіп жатыр. Біреулер халық ішінде көптен бері қозғалып жүрген өзекті мәселе халықаралық деңгейдегі мінберде сөз болды деп мәз-мейрам. Ал басқалары 6 жылда жағымды әсер аз болған одақтан мүлдем шығу керек деген ұсыныс айтып отыр. Представители комиссии на днях уже анонсировали принятие главами государств стратегии. Я думаю, что это неуместное забегание вперед. Қасым-Жомарт Тоқаевтың мемлекет басшыларының атынан шешім қабылдайды деп отырғаны Еуразиялық экономикалық комиссияның мүшелері. Әрине, бұл ұйымның құрамында одаққа мүше мемлекеттердің бәрінен өкіл бар. Алайда 2025 жылға дейінгі стратегияда комиссия құрамын елдердің экономикалық әлеуетіне сәйкес жасақтау ұсынылыпты. Яғни, алпауыт Ресейдің атынан өкіл көп болады деген сөз. Ол аз болғандай, ресейліктер басым дауысқа ие болатын комиссияға қосымша өкілет беру көзделіп отыр екен. Включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование, наука. Денсаулық сақтау, білім беру, ғылым сияқты салаларды толықтай Еуразиялық экономикалық комиссияның құзырына беру одақтың экономикалық бағытын айтарлықтай өзгертуі мүмкін. Яғни 2015 жылғы Еуразиялық экономикалық одақты құру туралы келісімнің мазмұнына кереғар келеді. Сондықтан бұл салаларда ары қарай жасанды түрде ауқымын кеңейтпей, экономиканың бір бағыты деп қана қарау керек. Президент мәлімдемесінің түйіні бір ғана елдің мүддесіне бағытталған құжат болмау керек дегенге саят. Айтылған сындар Ресей басшысы Владимир Путинге жақпаған сыңайлы. Тоқаевтың 14 минуттық баяндамасы аяқталғанша ол қолындағы бір параққа қараумен болды. Саясаттанушылар ел президентінің бұл мәлімдемесін толықтай қолдап отыр. Олар шұғыл түрде одақтан шықпасақ, Ресеймен бірге құрдымға кетеміз дейді. Война санкций не закончилась, она идет. В России имеет войну санкции с США, с европейскими странами. Она сейчас активно лоббирует идею, чтобы и Казахстан, и Беларусь, и другие страны поддержали ее в этой войне. Понимаете? Тем самым она пытается нас загнать в ловушку своих собственных геополитических интересов. Нам это не надо. Досым Сәтбаев Ресей тарапы әдеттегідей өзге елдер айтқан ескертуді елемейді дейді. Ал өзге сарапшылар одақтың жарғысына сәйкес мүше мемлекеттердің әрқайсының пікірі маңызды деп ойлайды. Бұл Еуразиялық одақтың ең негізгі екі фундаменті бар, ол Ресей мен Қазақстан. Ал Қырғызстанның немесе Арменияның экономикалық, әлеуметтік басқа да мәселелер бойынша олардың салмағы әрине жеңіл. Сондықтан менің ойымша негізгі мәселе сол Қазақстан, Беларусия, Ресеймен ақылдасып шешілуі қажет. Айналып келгенде одаққа мүше мемлекеттердің басшылары 5 жылдық стратегияны мақұлдады, бірақ шешім қабылданған жоқ. Еуразиялық экономикалық одақтың болашағын айқындайтын келесі басқосу күзде Минскте өтпек. Осы жолы бейнебайланыс арқылы қашықтан айтылған сындар бетпе-бет кездесуде қайталана ма деген сауал көпті мазалайтыны анық. Бақтияр Әлбай, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр Сұлтан.